Біздің тамағымыз дайын болды. Ас болсын. Жасап көріңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге окарашка мен картошканы маринадтап, әсел пешкіде пісіретін боламыз. Ол үшін окарашкамызды осылай майда-майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Сосын картошка. Үлкен-үлкен картошкаларды аршып, осылай турап шығамыз. Картошкамызды осылай ортасынан екіге бөлеміз. Сосын тағы да бөлеміз. И былай тағы бөлеміз. В общем, бір картошканы 8-ге бөлеміз ғой. Мен кішкене тамағым ауырып тұр. Мән бермеңіздер. Вот. Осылай турап шығамыз. И мынаны да. Бұны да. Барлық картошкамызды осылай турап шығамыз. Әне. Барлығын турап дайындап алдық. Енді оның үстіне майонезімізді саламыз. Осының барлығын жаңағыдай арнайы пакетке салып, духовкаға пісірсе болады, бірақ мен пакетке салмаймын. Тек әсел пешканың табасына салып пісіре беремін. Картошкасы деген күтірлік күшті болып шығады ода. Сосын мен көз мөлшермен неғып саламын, шамалап, кішкентай қасықпен бір қасықтай. Тұзын саламыз. Сосын кішкене ғана томат. Кішкене томатымызды салдық. Енді әркімге әртүрлі мен приправамды саламын. Қандай приправа қолдансаңыздар да әркім өз қалаулы. Майонезі кішкене аздау болып қалған сияқты. Енді осының барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Енді осыны табамызға саламыз. Мен әсел пешкеге салған кезін ұмытып кетіппін ғой. Осылай барлығын салып, сосын бір пелай су қойып жібереміз. Сөйтіп әсел пешкеге салып пісіресіздер.